Әнші Мөлдір Әуелбекова өзін тілдеп кешірім сұраған оқырманның хатын жариялады. Өнер иесі кезінде қаралаған оқырманның хатын жариялады. Хат келді: Мөлдір ханым, сізді байдан байға дейіп, еще бала туып түсінбейм осыны деп әртүрлі фотоңызға пікір жазған кездерім болып еді. Өмір бумеранг дегенді енді түсініп тұрмын. Қызым екінші рет ажырасып, 3 баламен үйімде отыр. Қатты қиналып отырмын. Сізден кешірім сұраймын. Мен бұлай боларын білмей қалдым деп жазыпты тыңдарманы. Өнер иесі өзінің кешіргенін айтып, халыққа кеңес берді. Ренішім жоқ, ажырасу ол өлім емес. Алла жеңілдігін берсін. Біреудің тағдырына қол соқпайық. Әрбір жасағанымыз бен айтқанымыз өз өмірімізге келмейінше өмірден өтпейміз. Сақ болайық деп жазды ол. Мөлдір Әуелбекова экс-продюсері Баян Мақсатқызынан да кешірім сұраған сәтін еске алған еді. Бұл жерде тыңдарманның да Мөлдір Әуелбекованың да кешірім сәтіне өткенін байқауға болады. Мөлдір Әуелбекованың кең жүректі екені көрініп тұр. Кешірім беру ол Алладан артық емес екендігін білдіреді. Ал енді тыңдарманның кешірім сұрауы ол да сауапты көп жинап тұр. Алла барлықтарымызға да дұрыс жұмыс жасауды, дұрыс амал жасауды бұйырсын.